бастан кішімізді осы медицина саласына өте жақын болды. Мен де үміттеп жастар осы сіздер оқып жатқан университетке сөзсіз дәрігер боласыз деп бірақ жолым басқаша болды. Сол кезден бастап мен түсінгенім адам еңбек және де мақсат қою керек. Сол мақсатқа қол жеткізу үшін барын салып еңбек ету керек, жан-жақты болу керек, білімді болу керек және қалай қиындықтар болған кезде оны тек қуана қабылдау керек. Себебі үлкен қиындықтың артында бір жеңілдік бар, бір жетістік бар. Басшының алдында мен 1,5 сағат отырдым, айтты, түсіндім. Қолдарыңыздан келетін болса, көмек беремін. Ал істей аласыз ба? Сонда мен айттым, өлсек те істейміз. Жарты жылдың ішінде біздер бүкіл қаржыны алып, рұқсатымызды алып, дүние жүзінде 5 мемлекеттің арасына біздер үлгеріп кірдік. Надо ходить на работу, чтобы стать штучным товаром. Бұрын Қазақстан азаматтары шетелден көмек еміздетін. Қазіргі таңда шетелдің пациенттері бізге келіп ем алады. Бірақ маман ретінде, коллега ретінде, әріптес ретінде менің мақсатым сол мамандарды үйретіп, сол жердегі науқастар қолжетімді медицинаға қол жеткізу керек деп ойлаймын. Сіздердің замандарыңыз бөлек, сіздердің алдарыңызға қойған мақсаттарыңыз бөлек. Оқу керек, өзіңді өзің дамыту керек. Қазіргі таңда, егер де сіздердің қолдарыңыз бос болса, жауапкершілікті ерте сезіну үшін, яғни әділдіктің сіз өз қолыңызбен қолжетімділікті жасау үшін, сіз сондай қоғамға пайдалы жұмыстармен айналысуға шақырамын. Біз енді медицина саласының қызметкерлерімен жұмыс бойынша көп осылай жаңағы қойын-қолтық қызмет жасаймыз. Өйткені олардың сараптама бергеннен адамның қаншалықты күдіктілігі, жауапкершілігі сол бізге жаңағы ертең әділет шешімге себеп болады және соның негіздеме болады.